Сотталгандар үчүн бостандыкка чыгуу негизги максат. Бирок жазасын өтөө барысында олардын көпчүлүгү күндөлүктүү маселелерди шешүүдө азат адам үчүн кажетти өзүндүк дербестиктен айрылат. Бул ретте ар түрлүү кызметтердин мамандары, коомдук уюмдардын өкүлдөрү көмөккө келет. Бирок үчүнчү тарап уюмдарынын мамандары кандай колдоо көрсөтсө да, ар ким өз өмүрү үчүн өзү жауаптуу. Адамдын ички каалоо гана онун болашак тагдырын өзгөртө алат. Не істеу керек? Кайда бару керек? Жұмысты кайдан табууга болот? Бул бостандыкка чыккан ар бир азаматтын өзүнө коятын негизги сурактар. Босотулгандан кийин сотталгандардын эки жолу бар: кылмыш жасау және бас бостандыгынан айыруу орундарына оралуу немесе бостандыкта өмүр сүрүү. Статистикага сайкес кылмыштардын ар бир экинчи кайталануы босотулгандан кийинки биринчи жыл ичинде орун алат. Ал бул бас бостандыгынан айыруу орундарынан босотулган азаматтардын әлеуметтик бейимделүү кезеңи. Сот шешими заңды күшүнө энгенден кийин 10 күн ичинде сиз пробация кызметинин эсебинде турууңуз керек. Пробация кызметинин инспектору эсепке коюу кезинде сиздин тургулуктуу жериңизди, ден соолук жагдайыңызды, билим деңгейиңизди және эмгекпен камтылууңузду белгилейт және әлеуметтик кукуктук көмөк алуу тартибин түшүндүрөт. Осудан кийин сиз жергиликтүү аткаруучу органдарга, атап айтканда ауылдык әкимдиктерге, калкты жумуспен камтуу орталыктарына, міндетті шартпен тиркелген жериңиз боюнча жумуспен камтуу бөлүмдерине, тургулуктуу жериңиз боюнча тиркелүүгө немесе әлеуметтик кукуктук көмөк алуу үчүн Антарес А коомдук уюму сыяктуу коомдук уюмдарга жүгүнөсүз. Мемлекет бостандыкка чыккан ар бир адамга жумуска орналасууга жардамдесүү боюнча тегин кызметтер көрсөтүүгө кепилдик берет. Халыкты жумуспен камтуу орталыгынын кызметкерлери сизге көрсөтүлөтүн кызметтер тууралуу акбарат берет. Атап айтканда, жумус издөөчү ретинде тиркелүү, жумуссуз тулга ретинде тиркелүү, колайлуу жумус орундарын табуу және жумуска орналасууга жардамдесүү, касиптик окутуу, касибий багдар, әлеуметтик жумус орундары, коомдук жумуштар, жаштар тажрыйбеси, шагын несиелөө боюнча кеңес, bir жолғы ақшалай жәрдемақы, сізді құқықтық психологиялық және өзге де консультациялар алу үшін қоғамдық бірлестіктерге және өзге де ұйымдарға, атап айтқанда Антарес А қоғамдық қорына жіберет. Барлық қызметтер тегін ұсынылады. Сіздің бостандық жолындағы жетістігіңіз әлеуметтік, кәсіби және психологиялық тұрақтылыққа қол жеткізу қабілетін қамтитын көп жақты процесс. Егер сіздің мамандығыңыз бос орындар талап етілетін мамандыққа сай келмесе, сіздің қалауыңыз бойынша сізді жаңа мамандықты тегін оқытуға немесе жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін біліктілікті арттыруға жіберуге болады. Заңдарды сақтаңыз және отбасыңызбен және жақындарыңызбен еркін өмір сүріңіз.